Баршаларыңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен өте дәмді тағамдардың бірі хамир хасиб тағамын дайындайтын боламыз. Ол үшін ыдысқа суымызды құйып, жұмыртқа мен тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Ұнымызды електен өткізіп, алдымен қасықтың көмегімен, кейін қолымыздың көмегімен жақсылап қамырымызды илеп шығамыз. Енді осы қамырымызды салафанға салып 20-30 минутқа тындырып қоямыз. Оған дейін салмамызды дайындаймыз. Жақсылап жуылған 100 грамм күрішімізді 200 мл суға салып, арасында қасықпен араластыра отырып 5 минуттай қайнатып, жартылай пісіріп алатын боламыз. Күрішті толықтай пісірудің қажеті жоқ. Енді тартылған етіміздің үстіне ұсақтап туралған пиязымызды және де жаңағы жартылай піскен күрішімізді саламыз. Кейін дәміне қарай тұз бен бұрышымызды салып, жақсылап араластырамыз. Және де мен картоп қосуды жөн көрдім. Картопымызды ұсақтап, көбіктап турап, жақсылап араластырамыз. Картоп қосу міндетті емес, өз қалауларыңызша қоспай қойсаңыздар да болады. Картоп қоссаңыздар да өте дәмді болып шығады. Дастарханға ұнымызды сеуіп, қамырымызды қойып, видеода көрсетілгендей сопақша етіп илеп, 2 бөлікке бөлеміз. Енді осы қамырымызды мантыға жайғандай етіп, осылай алдымен қолдың көмегімен, кейін оқтаудың көмегімен жұқа етіп жайып шығамыз. Жұқалығы шамамен 1 мм болуы тиіс. Енді осы жайылған қамырымызды пышақтың көмегімен 4 бұрышты етіп, бірнеше бөліктерге бөліп шығамыз. Енді осы қамырымыздың үстіне салмамызды осылайынан қиғашынан етіп, барлығына салып шығамыз. Енді барлығын видеода көрсетілгендей етіп орап шығамыз. Ортаңғы жақ бөлігін осылайынан бүктеп, кейін екі жақ шетін ортаңғы жаққа қарай бүктеп, осылайынан ораймыз. Видеода көрсетілгендей етіп, қамырдың бітетін жағын, яғни ұш жағын астыға қарай қаратып қойсаңыздар, қамыр ашылып кетпейді. Осындай сопақ формада шығуы тиіс. Кейін пароваркамыздың табасын жақсылап майлап, видеода көрсетілгендей қойып шығамыз. 40-45 минут пісіреміз. Подливасын дайындаймыз. Ол үшін қызып тұрған табамызға сұйық майымызды құйып, туралған пиязымызды салып, 3 минуттай қуырамыз. Кейін үккіштен өткізілген сәбізімізді салып, оны да 3-4 минуттай қуырамыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш және томат пастасын салып араластырамыз. Кейін суымызды құйып 5-6 минуттай қайнатамыз. Міне достар, біздің өте дәмді болып шығатын хамир хасиб тағамымыз дайын болды. Өз қалауларыңызша подливпен немесе қаймақпен ұсынсаңыздар да болады. Маған екеуі де өте қатты ұнады, бірақ жолдасыма подливпен ұсынған көбірек ұнады.
Міндетті түрде осы рецептпен жасап, комментарияға өз пікірлеріңізді қалдырып кетуді ұмытпаңыздар.